Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгін бізде Nexia автокөлігінің головкасын көреміз. Мынау Nexia'ның өзінің шыққан головкасы. Бұны тоқырға апарып көрсеттік. Ішіндегі жарамсыз күйде болған соң, ішін орып тастаған, клапан сынып. Осының орнына басқа головка сатып алдық. Сатып алғанымыз бейгідіні түсетін болды. Бұл головка дұрыс жақсы істеген. Сонда да біз бұны ашып, клапан сальнигін протержіне поставып келдік. Клапан протирка істеп саламыз. Ол үшін алдымен тазалап, жуып, химикатпенен жудық, сонда да бірақ жақсы тазаланған жоқ. Сол үшін біз мынандай щетка алдық. Осы щеткамен қырып тазалап, жақсылап шығаратын боламыз. Мотордың жақсы шығуы осындай тазалықтарына көп мән беру керек негізінде. Мынандай гидрокомпенсатордың тесіктерін жақсылап сыммен алып, тазалап шыққан дұрыс. Өйткені бұл жерлерден май жүреді. Майымыз жақсы жүрсе, моторымыз да жақсы болады. Қазір алдымен бірінші тазалап алайық. Неге достар, оны тазалап алдық. Енді клапандардың бәрін шешіп, ішіне клапан сальнигін ауыстырып, қайттан жинайтын боламыз. Сол үшін клапандардың орны ауысып кетпеу үшін мына жерге замазкамен жазамыз. Неге замазкаменен 1-2 деп нумерация беріп алдық, чтобы клапан шешкен кезде ауысып кетпеу үшін. Бұл 1 деп саналатын жағы, шкив жағы болады. Мынау термостат, осы термостат тұратын жағынан бастап 1-2 деп номер бердік. Енді бұны шешеміз. Пружинасын шығару керек. Бізге ол үшін мынандай свечной ключте болса болады. Негізі арнайы өзінің ключтері болады, бірақ бізде осы ыңғайлы етіп қойып, үстінен бұрысақ, неге шықты. Пружинасы. Клапан босады. Мынау да дәл солай. Неге бәрін шығарып аламыз. Пружиналардың бәрін шығарып алдық. Енді клапандарды шығарып, бір шеттен қоя береміз. Бәрін шығарып алып, оның ішін де жақсылап тазалап, жаңағыдай қатып қалған май болсын, мынандай мусорларын шығарып тастаймыз. Үй жағдайында істесеңіз де болады, ешқандай протержкке апару керек деген адам істеген адам істейді. Неге тазаланды. Енді бұның ішін жақсылап тазалап, мынандай қатып қалған майларын шығарып тастаймыз. Неге достар, енді мынау клапан сальник дейді, осын шығарып, онтап астын тазалайтын боламыз бұны. Мынандай арнайы ключі бар. Ол болмаса, мынандай отвертімен де шығаруға болады, көтеріп. Неге шықты. Бұның астыда сендегіден мусор болып қалған. Оларды тазалап, жақсылап істейміз. Өтіп тазалағанымыз себебі мотор қаншалықты таза болса жақсы болады. Одан кейін мынандай қатқан майлары майға қосылып, мынандай тесіктерге тығылмайды. Өзіміздікі болғаннан кейін жақсылап істейік дедік.
мінекей клапан сәйнектердің шайбілерін алдық. Енді мындай ішін тазалап мусорларын шығарып тастау керек. Осыларды тазалап мындай арнайы щеткаменен мінекей көрермендер, бұны тазалап болдық біз. Мына жағын бәрін тазалап бәрін орнатып қойдық. Мына жақта помпа жақтан бар. 2 3 4 5 Енді протерка жасаймыз. Протерканы былай істейміз. Неге мынандай шланга алып аламыз. Жәндегі клапанның размеріне дұрыс келетін. Чтобы клапан қысылып кіретін болсын. Осыны басына жайғастырамыз. Мінекей. Бұған мынау протержный пастамызды ашып, мына жеріне жағамыз бұны. Мінекей өстіп, протержный пастамыздан клапанның головкамен бірге қосылатын жеріне жағып, сосын мына жаққа орнына саламыз. Мына жағынан шлангіге тығып, шұңқайырды айналдырсақ. Қазір біз екеуін ғана істедік. Сіздерге көрсететін болам. Міне істелгені мынандай жылтырап қалады өзі. Жәндегі протерка болғаны көзге көрінеді. Анықтап қарасаңыздар. Мінекей мына жағын да көрсеңіздер, жәндегі де жылтырап тұр. Міне. Мынау істелінбегені мынау. Мынау істелінген. Протерка болғаны үшін. Өстіп 8 клапанның бәрін протерка істеп шығатын боламыз. Достар, бұны 2 клапан болған протерка істеп, оны енді астындағы шайбілерін салдық. Енді клапан сәйнек жаңасын саламыз. Мінекей клапан сәйнегіміз. Өзі астында заклепкасы бар. Қаттырек бассаңыз орнына кіреді. Клапанның ішінде тістеп қалатын тістері бар. Направляющий тістеп қалады. Клапан сәйнектеріміз салынды.
Енді мына пружиналарын орнына қойып, бұда ішлей не жоқ, кішкене басып, кіргізіп жіберетін боламыз бұны орнына. Орнына түсті. Бұл дайын. Қалғандарында дәл осылай істеп шығамыз. Дәл осылай ұқсап протирка істеп, платно-сальныйын қойып істеп шығатын боламыз оны. Мінекей бәрін протирка істеп болдық біз. Өздегідей протиркамыз жақсы шықты. Бәрінің сызықтары көрініп тұр. Протирка болғаны. Енді бұған платно-сальниктер кигізіп, мінекей бұның шайбасын бірінші астына қойып аламыз. Мінекей бәрін қойдық. Енді пружиналарын салып, бәрін орнына жауып шығатын боламыз. Мінекей пружиналарын бәрін орнына қойып шықтық. Енді бұны жәндегідей, егер протирка қалай болды екен деп күдіктенетін болсаңыздар, несінің свечасын бәрін орнына қойып, свечалардың бәрін орнына қойып, жақсылап қақырып, жатқызған күйі мына жерге бензин құйып көресіздер. Бензинді бетімен бірдей қылып құйып, сосын мына тесіктерінен қарасаңыз, ішіне ағады. Егер протирка жақсы болмаған болса, протирка жақсы болған болса, ағызбайды бұл. Мінекей головкамыз дайын. Қоя берсек болады.